асықты. Бір моментінде ғана айтып қалды бұл кісі. Мен 11-ге дейін жүруім керек, кету керек деді. Енді бізде түсіргеннен кейін ары қарай бір кадрларды көріп, бір әдемі кадр жасағымыз келіп, интернет қараған болатынбыз. Сол кезде бұл кісі, жоқ, маған кету керек, тездетейік деген бір әңгімесі болды. Оның астарында бір көп сұрақтар бар сияқты да. Соны неге өйтіп асыққанын сұрағым келіп тұр да. Қайда асықтыңыз деп тұрсыз ба? Жоқ, неге кеше сұрамадың ол нәрсені, бүгін неге осы жерде сұрап жатсыз? Мен саған да кеше айттым. Негізі оның алдында енді ұйқым бұзылып жүрген болатын. Енді өзім ойланатыным бар, кеш жататыным бар деген сияқты. Сол үшін осы эфирда да шаршап отырдым. Айтқам ғой, тезірек түсіріп тастасақ, себебі біз негізі осы жерден 8-де шықтық. Енді 11-ге дейін кәдімгідей 3 сағат бар ғой. И сөйлесуге де болады, видеода да түсіруге де үлгеруге болатын деген сияқты. 11-ге қарай үйге барсам жақсы болар еді деп айтқам. Өзіне де айтқан болатын. Сен де шаршап жүрсің, ертерек барып жатсақ жақсы болатын еді деген сияқты. Кеше айтпай, бүгін айтқанның өзі не үшін олай жасап жатсың? Бар адамда негізінде оған күмәнім жоқ. Өмірде де жалпы негізінде қалай Нұржан екеуі бүйтіп тіл табыса алмай жүргенін түсінбеймін негізі. Бұл кісіге бүйтіп бас исе негізінде бұл кісі көп нәрсеге жеткізетін кісі. Өзі де айтады негізі, мен кез келген жігітті, менімен болашағын құрса, мен кейін ол жігітті алып шығамын, бай болады деп айтады да негізінде. Айтсай ғана дейді, кім шектеу қоюы мүмкін? Менің ойымша Нұржан 11-ге дейін жүріп, одан кейін үйге қайт деген нәрселер айтылды ма? Соны өзіне сұрап кетсем Ақеркен. Ондай болған жоқ. Нұржандан сұраңыздар, ондай болған жоқ. И шектеу қоятындай біз онымен таныстықта емеспіз. Сіз оны қайдан шығардыңыз? Мен де түсінбей отқаным сол ғой, Баласа ханым. Сен қазір Абылаймен таныстасың. Бірақ саған Нұржан шектеу қояды екен, 11-ге дейін жүріп, 11-де үйге қайтуың керек деп. Оны қайдан естідіңіз? Ау? Оны қайдан білесіз? Баласадан естідіңіз? Үйге барған кезде Нұржан өзі айтқан болатын маған. Мен оған 11-де үйге қайт деген едім, оны істеп жүр дегенде. Бәле болған шығар деймін. Ана үйге жанымда тұрып алып, ой, үйде болған әңгімен бәрін ана мысыққа тамақ бермей қойдым, соны айт. Бәрін айтсай отырып алып. Мен саған айтқан жоқпын. Ондай 11-ге дейін шектеу қойдым деп айтқан жоқпын. Мен Ақерке жайлы қозғаған жоқпын. 12-дің шамасында Абылай звондайды. Стримда отырмын да, Абылай звондайды, қайтарып тастаймын. Ақерке артынан звондайды, қайтарып тастаймын. Не үшін звондады, екеуі бірдей уақытта деп мен сол кезде Тимурдан сұраған болатын. 11-де қайт деген әңгіме. Мен ондай шектеу қоя алмаймын қазір оған. Тимур, түсінесің ба? Мен қойғым келеді, бірақ қоя алмаймын ондай шектеу. Оны істемейді да ғой қойсам. Жоқ, сонда Нұржан саған қатысты нәрсе айтпау керек па, сонда қалай ол? Жоқ, айтпау керек емес, айт, бірақ факту айт. Болған нәрсені айт. Сіз айтқан жоқсыз. Мен айтқан шектеу қойдым деген айтқан жоқпын. Айтылды деп отыр ғой. Тимур, мен просто мына жерде қандай нәрсе бар, соны айтып жатырмын да, Баласа ханым. Жай, Тимур, осыған сұрақ қояйыншы. Сен білесің ба, біз үйге нешеде қайтқанымызды? Сендер 11:30-да ана жақтан шықтыңдар. Мен 12-де вообще үйде болдым. Сонда егер де маған Нұржан шектеу қойса, онда 11-де үйде отырмаймын ба? Сенің өзіңнің сөзің бар, ол жерде айтылған. Мен 11-ге дейін тамақ дайын болсын, болмасын 11-де қайтамын деген. Енді Тимур, өзің қарасай, сен көрдің ғой, біз 3 сағат болдық. Енді шектеу қою керек болса, мен бұған 9-да қайтып кет, барда фото, видео, тамағын іште қайт деп айтамын ғой. Мен оны 3 сағат жүргізіп қоймаймын ғой, жанымда мысалға деп атым. Нұржан, сен тура солай Ақеркеге айттың, бірақ ол жерде 9 емес, ол жерде сен 11 деп айттың. Енді мен 3 сағат жүргізіп қоймаймын ғой, жанымда нақты шектеу қоя алатын болсам, мен 11-де не үшін айтамын? Мен неге 9-да айтпаймын? Жарайды, мына жерде тағы да Ақеркеден сұрай салайықшы. Ақерке, сен не үшін звондадың сол кезде? Неден кездесуден шыққаннан кейін? Себебі енді біз екеуміз хабарластық қой жолда. Сенімен сөйлестім ғой. Одан кейін мен анамен сөйлестім. Негізі олар да эфирді қарайды ғой, енді кеше маманың демалысы болған деген сияқты. Енді мен кафеден шықтық. Мен звондадым Нұржанға. Нұржан айтып тұр, сразу Ақерке звондады. Екеуің бірдей звондадыңдар деп отыр. Енді сен не үшін звондадың? Енді мен білмеймін ғой, қай уақытта сен звондайсың. Мен просто өзім мамамен хабарласып болғаннан кейін эфирде маған олай жасамашы. Сенікі бүгін сен кешірім сұрасаң да дұрыс емес болды деген сияқты сондай әңгіме болды. Бірақ үшеуіңізге де ұнаса осылай жүре беріңіздер. Және қадамдарыңызды эфирде жасаңыз, Нұржан. Сыртта сөйлесу деген не масқара? Мен қазір қарап отырмын. Бір емес, екі емес. Сіздер сөйлесіп қалдық, сол кезде ұрсысып қалдық. Мен айттым, сен неге былай жасадың? Сөйлесіп жүре беріңіздер, үшеуіңіз бірге. Сіздердің таныстықтарыңыз тоқтамаған. Бір, сіз неге оған үндемейсіз? Сіз неге айтпайсыз? Ер азаматсыз ғой, кездесіп жүрсіз, таныстықта жүрсіз. Бұл не масқара, сөйлесіп жүре бересіңдер ма деген бір ауыз сөз болмай ма? Мен бұл кісіге айттым. Үшеуіңіз қарсы емессіздер ма осылай жүруге? Жоқ, Баласа ханым. Үшеуіңіз жүріп жүрсіздер ме? Мен айтып жатырмын да, бұл кісіге. Сәл болса да, қыз бала да өзінде намыс болу керек. Мен екі жігітті таңдаймын деді ма? Таңдайтындай жағдайда болу керек. Екі жігіттің шауып өздері жүгіріп жүрсін, сіз құрбыларыңыз арқылы хабарластырып, оларды жынды қылмаңыз. Қажеті жоқ. Абылай хан дәл солай сізге де. Бір қызбен таныстық бастап жатырсыз ба? Орныңызды қоя біліңіз. Неге біреу келіп орталарыңызға түсу керек? Ал сіз өзіңіздің бақытыңызды тапқыңыз келе ме? Ортада өзіңізді көрсетіңіз, жасаңыз, мүмкіндігіңізді істеңіз осы жерде жүріп. Баласа ханым, енді эфирде жақындатып жатқан жоқсыздар. Кеше жақындап жанына барып қалсам, оның өзі қаншама айқай болып кетті мысалы. Нұржан, фантазияңызды қосыңыз. Сізге ешкім қысып ұстап отырған жоқ бұл жерде. Өзіңіз біліңіз, күресем дедіңіз бе, біз оған қарсы болдық па? Күресіңіз. 34 аптамыз қазір, Алла нәсіп етсе бір 3-4 апта әдем болып жүріп берсек, одан кейін дені сау 12 мүшесі аман, ақыл есі дұрыс перзентімізді бауырымызға басып алсақ, одан кейін шашшаямыз халқым. Одан кейінгі мәселелер кезекке тұрыңдар. Өткендері бір өмірден түңіліп кеттім ғой. Енді жетатаңда болмаған нәрсе ғой. Енді зоб, подозрение, зоб дейді да. Енді ол диагнозды эндокринолог подтвердить етті, яғни растады. Бірақ
жүктілік кезде гормональный сбой дейді. Гормондардың жұмыс жасау қызметінің өзгеруі болады. Сондықтан да 100% нақты емес. Әзірге ешқандай ем шара қолданбайсыз, тек қана күтім. Ертең аман есен босанып болғаннан кейін, өз-өзіңізге келгеннен кейін қайтадан осы анализдердің бәрін тапсырып шығамыз деді. Сонымен құрсын, қужаннан ештеңе артық емес деп тып-тыныш жаттым, телефонды өшіріп тастапшы. Ұйқыны дұрыстадым, тамақты дұрыстадым, тәлпіштеніп анан жеймін, мынан жеймін дейтін шығардым. Анау ана жерге пайдалы екен, мынау мына жерге пайдалы екен. Мынау миға, мынау көзге пайдалы екен. Мынау гормондардың жұмыс жасауына әсер етеді екен деп тамақты талғап жеп тәлпіштендім. Қазір адам өзгерген, заман тыныш, Аллаға мың тәубе. Жаңа қар жауып жатқанда есігінің алдынан бір уыс қар сұрасаң жоқ дейтін сараңдар көбейген уақытта, одан кейін мынау қай сала болсын, денсаулық саласы болсын, қажеттіліктер қымбаттаған уақытта кішкене алдартыңа қарап туу керек екен бар ғой. Молданың айтқанын істе, істеген істеме дей ма? Өзің елге өйстіп ақыл айтасың да, бірақ өзің жылт еткен жылтпадан қорғамайсың да, жүгіріп барады, іліп кетіп, жыл сайын туа бересің, тауықпен қоянмен жарысып. Жалғыз менің басымдағы дүние емес қой. Неше түрлі диагнозбен қаншама рет пышаққа түссе де, төсек тартып жатса да, Алланың берген аманаты денсаулықтағы кейбір ағзаларын алып тастап жатса да, Құдайдың қалауымен өмірін сүріп келе жатқан жандар бар ғой. Мынау айналада болып жатқан дүниелерге менің пікірім бір қатты маңызды болып тұр ма? Әлде мен айтты екен деп біреу бір құлақ түріп тыңдайын деп жатыр ма? Мен айтпай-ақ өздеріңіз жерден жеті қоян тапқандай, мынау айыбының бәрін әшкерелеп, кінәсінің бәрін жіпке тізіп, күнәсін арқалап жатқан жоқсыздар ма? Бұрындар мына үлкен ата-апаларымыздың, аналарымыз, барыңдар шана жаққа шуламай, миымды ашытпай деген кезде біз шулап атқан жоқпыз ғой, не деп атыр деп, бұзық болған жоқпыз ғой деген сияқты ойлар келеді екен да. Жаңағы басыңа түскенде түсінерсің деп, ол кісілерге сол уақытта керек болғаны құлақтың тыныштығы екен ғой. Жас келе өзі құлақтың тыныштығы маңызды болып қалады екен ғой.